Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ дәмді болып шығатын духовкада баклажан пісіреміз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажандарымызды жуып дайындап аламыз. Оны осылай екіге бөліп, арасын пышақпен кесіп шығатын боламыз. Сосын осы баклажандарымызға жағатын соусын дайындаймыз. Майға кішкене тұз, укроп және 2 тіс сарымсағымызды езіп салып араластыратын боламыз. Осыны жақсылап араластырып, баклажандарымызға жағып шығатын боламыз. Сосын 180 градус қызып тұрған пеште осы баклажандар жұмсағанша пісіріп аламыз. Менде 20 минуттай уақыт кетті. Енді біз фаршын дайындаймыз. Бір пиязымызды майдалап тураймыз, болгар бұрышында осылай майдалап турап аламыз. Енді табамызға май құйып, қыздырып, ең алдымен сарымсақты саламыз. Кішкене қуырып алып, фаршымызды салатын боламыз. Фаршымызды жақсылап қуырып, пиязымызды саламыз. Оны да жақсылап қуырамыз. Болгар бұрышын саламыз. Тұзды салып, барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Сосын бетін жауып, 10 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз қызанағымызды турап аламыз. Сырды үкіштен өткізіп аламыз, осындай ірі көзді үкіштен. Осы арада біздің баклажандарымыз міне пісіп шықты, өте жұмсақ болып пісіп шығады. Оның ішіні шаншқымен осылай езіп, фарш салғанға бізге орын дайындап аламыз. Енді фаршымызды саламыз. Оның үстіне туралған қызанағымызды қоямыз, сосын сырды үстіне сеуіп шығатын боламыз. Енді осыны пеште пісіріп алатын боламыз. Бізде уже баклажан, фарш пісіп қойған, бізге тек қана сыр жақсылап еріп шықса болғаны. 10 минуттай уақыт тұрса жеткілікті. Бізде баклажандар өте дәмді, жұмсақ, суы шығып тұратын болып, осылай пісіп шығады. Кешкі астарға, түскі асқа дайындасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.